Все, запись қосылды. Так, сонымен ғұн мемлекеті бізде 5-ші ғасырда неге Европаға көшіп кетті. Ғұн мемлекетін 5-ші ғасырда Аттила басқарды. Енді Аттила нақты айтқанда жылдары бар. 453 жылдары өмір сүрді. 451 жылы Аттила туралы мындай сұрақ болуы мүмкін. Каталон шайқасы туралы сұрақ келді. 451 жылы Аттила қатысқан шайқас деген болды. Ол бізде Каталон шайқасы. Бұнда жазып қояйық, Каталон шайқасы. Қосылды ғой. Так, Каталон шайқасын жазып қояйық. Аттила туралы сұрақтардың бірі. Бізде бүйтіп жүр. Каталон шайқасы жазып жүрейік. 451 жыл. 451 жыл Каталон. Аттила туралы сұрақтардың екіншісі осы Каталон шайқасы. Каталон шайқасында екі жақ шайқасты. Бір жағында ғұндар, екінші жағында римдіктер. Негізі римдіктер мен ғұндардың қол астында басқа герман тайпалары болды. Нәтижесінде біз оларды Каталон шайқасын қандай шайқас деп атаймыз? Халықтар шайқасы деп атаймыз. Әртүрлі халықтар шайқасқандықтан. Каталон шайқасында Рим империясына кім болды? Аэци дейтін азамат. Ал ғұндардан Аттила, да? Все? Көрініп тұр ғой да бәрі? Иә. Все болды. Кеттік. Түсінікті ме? Келесі сұрақ өтейік. Ресей империясы Балтық және Қара теңізге шығу үшін кімдерге соғыс бастады? Швеция мен Осман империясы. Молодцы. Швеция мен Осман империясы. Енді осыны талдайық. Ресей империясы құрылмас бұрын бізде Петр I билік келді. Петр I билікке 1697 жыл ма? Жоқ. 97 сияқты. 97-те билікке келді. Билікке келген кезде Петр I-ның алдында проблема бар. Ресей империя мысалы, Мәскеу патшалығы. Орыс патшалығы осы Мәскеу патшалығы әлі артта қалған мемлекет болды. Сондықтан да Ресей империясы Европамен байланысты күшейтіп дамығысы келді. Бірақ Европамен байланысы шамалы болған негізгі себеп, ол бізде Ресей империясында теңізге шығу мүмкіндігі болмады. Тек қана солтүстіктегі Ақ теңізге шығалды. Ресей шыққан жалғыз теңіз. Қазір бір оқушын қосып жіберейін. Ресей шыққан жалғыз теңіз, бұл бізде Ақ теңіз. Енді Ақ теңізден кейін 1697 жылы, 1699 жылдары Ресей немен соғысты? Түркия. Швеция. Ресей, Швеция соғысты. Сөйтіп, Балтық теңізге шығу үшін Ресей Швециямен соғысса, Осман империясымен Қара теңізге шығу үшін соғысқан екен. Түсінікті, иә? Есіліп тұрмын ба вообще? Расул ғана есіліп отқан сияқты. Кеттік ал, келесі сұрақ. 1915 жылы үштік одақ шыққан ел дейді. Үштік одақтан шыққан. Италия ғой. Италия. Оп-оңай сұрақ болды деген. Так, бірінші үштік одақ құрмас бұрын бедейік. Ең артынан бастайық. 1879 жылы қандай екі елдің одағы болды? Германия мен Австро-Венгрия мен Австро-Герман одағы болды. 1882 жылы қандай келісім шарт болды? Үштік одақ, Австро-Герман, сосын кім бар? Италия. Австро-Герман, сосын итальян. Енді үштік одақтың келісімі бойынша әрбір 5 жыл сайын келісім шартқа отырамыз деді.
иә, әрбір 5 жыл сайын. Әрбір 5 жыл сайын келісімге отырамыз. Сөйтіп 1887 жылы қайттан келісім шартқа отырды. Үштік одаққа 1914 жылы қандай мемлекет қосылды? Түркия. Осман империясы, Осман. Осман империясы немесе Түркия? Осман, Түркия қосылды. 1914-те, мына жерге плюс салып қояйын. 14 жылы, 15 екен ғой. 15 жылы Италия шықты. Болгария. Және Болгария қосылды. Шықты. Болгария қосылды. Болгария қосылды. Все, болды. Оп-оңай сұрақ. Бүйтіп айтсақ болады, 15 жылы Италия Австро-Венгрияға соғыс жариялайды. Аны былай істеп қойын. 16 жылы Германияға соғыс жариялайды. 16 жылы Германия жеңілетіндігі түсінікті болған кезде, ол Германияға соғыс жариялай бастады. Так, түсінікті да? Келесі сұрақ. 1717 жылы, 1776 жылы тәуелсіздік декларацияның авторы кім болды? Джефферсон болды. Томас Джефферсон. Өте оңай сұрақ. Тоже оңай сұрақ. Мынандай, енді қаңтар отырысынан келген сұрақтарды талдап алдым. Енді оқушылардың түсінген, берген, нақтылап алып жазғандарым ғой. Так, 76 жылы Томас Джефферсон тәуелсіздік декларациясын жазды. Одан бұрын не болды? 1774 жылы солтүстік Америкадағы Америка құрама штаттарының 13 штатында 74 жылы Филадельфияда бірінші құрлықтық конгресс өтті. Филадельфия. Бірінші құрлықтық конгресс. Бірінші құрлықтық конгресс өтті. Бірінші құрлықтың конгресс нәтижесінде не болды? Кіммен одақтар немен Англиямен жалпы байланысты үзеді дейді. Одан кейін 1775 жылы екінші құрлықтық конгресс өтті. Құрлық дейін салайыншы. Екінші құрлықтық конгресс жөнінде енді әскер жасақтаймыз дейді. Сөйтіп 75 жылы өздерінің тәуелсіздігін жариялайды ақш. Тәуелсіздігін жарияламайды, жалпы кімге? Англияға соғыс жариялайды деген. Англияға соғыс 75 нешінші жылдар созылды? 83 жылдар созылды. Тәуелсіздік үшін соғыс. Соғыс. 76 жыл Томас Джефферсон тәуелсіздік декларациясын жазды. Ол декларацияның өзінің заманы үшін өте керемет нәрсе болды. Біз адамдар осы Америка құрама штаттары сияқты атты мемлекетті не мақсатпен? Еркін, теңдік, бостандық негізінде құрамыз деп 1776 жылы ойлап көріңіздер. Қазіргі кездің өзінде тең емес мемлекеттер бар, теңдік мемлекеттер, теңдік құрылымы түсінігі жоқ мемлекеттер бар. 76 жылы осы Томас Джефферсон жазып кетті. Бірақ бұның ішінде негізгі бір проблема болды. Ол проблема қандай деп айттық біз? Құлдық, дұрыс айтасыз. Құлдықты айыптау туралы заң болмады. Маңызды мәселе, құлдықты айыптау болмады. Құлдықты айыптау болмады. Яғни құлдық туралы ештеңе жазылған жоқ. Құлдық жаман деп ештеңе жазылған жоқ. Томас Джефферсон жазғысы келді. Ол оны жазғысы келмей, ұмытып кетті деген мәселе емес. Бірақ Томас Джефферсонға жазғызбады. Осы құлдықты айыптау жазғызбады. Ары қарай. 5-ші сұрақ. Алқызыл және ағарушандар соғысынан кейін билікке келген әулет. Иә? 30 жыл болды ғой. 1453 1473 ба? Или 55 20 жыл ма еді? 55 65 қой да? Қайдағы 30 жыл болды ма, 20 жыл болды ма осы бәле? 55
85 сияқты, иә, 55-85 болу керек. Жазылмай қалды. 85. Енді алқызыл және ақ раушандар соғысы бізде 100 жылдық соғыстан кейін болды. 100 жылдық соғыстан кейін бізде Тюдорлар әулеті билікке келді. Алқызыл және ақ раушандар соғысы бізде мына Стюарттар мен Йорктар мен Ланкастерлердің арасында болған соғыс. Йорк, Ланкастер. Ланкастер сол кездегі король әлсіз болды дейді. Ал Йорктың патшайымы, оғалейкум ассалам, Айдар, шүкір, жақсы. Өзіңіз қалайсыз. Йорктың патшайымы сол кезде билікті алып алғысы келді деп есептеді. Нәтижесінде Йорктер Ланкастер королін алмастырып өзінің адам қойғысы келді, ал Ланкастерлер корольдің орнына басқа тұлғаны әкелгісі келді. Екеуі де Плантагенет, 3-ші Эдуард Плантагенеттің ұрпақтары. 3-ші Эдуард Плантагенет ұрпақтары. Плантагенет ұрпақтары. Мына Йорктарда, Ланкастерлерде сондай екен. Так, азамат соғысы бізде 30 жылға созылып аяқталды. Нәтижесінде вообще Йорктарға да Ланкастерлерде кішкене алыс болған Франциядағы герцог келіп билікті алып алды. Оның есімі кім болды? Карл да? Карл. 7-ші. Билікті алып алды. Ғып қойып, 7-ші просто. Сосын ол мына Йорктың қызына үйленіп, жаңа әулет Тюдорлар әулетінің негізін қалады. Осылай айтамыз. Түсінікті да? Келесі. Тегеран конференциясына қабылданған шешім дейді. Жапония қарсы соғыс ашу. Жапония қарсы соғыс. Жоқ, тұратыр. Екінші майданда Францияға ашу. Тегеранда Мәскеу Францияға қарсы соғыс ашпаймын. Тегеранда батыс майданын ашу туралы. Тегеранда 1943-те батыс майдан туралы ашу ғой. Жапония қарсы соғыс ашу ол кейін орын алды. Былай болды. Былай болу керек. Мына жерде, қазір нақтырақ түсіндіріп жіберейінші. Тегеран конференциясы 1943 жыл болды. Тегеран конференциясында бірнеше мәселе көтерілді. Негізгісі бұл бізде екінші майданды ашу. Екінші майданды 1944 жылы маусым айында ашамыз деді. Францияның оңтүстігі мен солтүстігінде. Сосын кейіннен Ялта конференциясында Германия жеңілгеннен кейін Кеңес одағы кім етеді? Жапонияға соғыс ашуға міндетті болды. Европадағы майдан аяқталғаннан кейін Жапонияға соғыс ашуға міндеттелді. Ол бізде 1945 жыл болды. Ақпан айында. 1945 жыл. Осылай. Тегеран конференциясында екінші майданда ашты. Германияны 2-ге бөлу, Германияны 4-ге бөлу айтылып еді. Ялта конференциясында бұл да. Біріккен ұлттардың құрым шешімі бұл Бреттон Вудста. Бреттон Вудста қабылданды. Бреттон Вудс ол ақш доллары туралы емес па? Ол ақш доллары ғой. ақш доллары. 45 жылы тоже Филадельфиядағы Біріккен ұлттар ұйымында. Сан-Франциско ғой, 1945-те. Оның алдында бірдеңеде келіседі, мына бір датчысы бар ғой, біреудің датчысында атын қалайды. Америкадағы датчы. Бреттон Вудс емес па ол? Сан-Франциско дейікші, Сан-Франциско. Нақты Сан-Франциско ғой? Сан-Франциско. 1945 жылы. Так, ары қарай. Тегеран конференциясында 3 мемлекет басшысы келді. Ол оп-оңай сұрақ. КСРО-да Сталин келді. Англиядан Черчилль келді. Ал Америкадан Франклин Рузвельт келді. Ол өте оңай сұрақтардың бірі. Жазып кетейін. КСРО-дан КСРО Сталин. Англия Черчилль. ақш
Франклин Рузвельт. Так, ары қарай. 20 ғасырдың манчжур билеушісі, 20 ғасырдың басындағы манчжур әулетінің билеушілері дейді. Пуй ма? Пуй ғой. Соңғы император. 1912 жылы Пу И билікке келді. Соңғы император. 3 жасар Пуи. Сол кезде 12 жылы оны Юань Шикай генерал биліктен алып тастайды. Юань Шикай биліктен құлатты. Юань Шикай биліктен құлатқаннан кейін Синьхай революциясы былай шыққанда нәтижесіне жетті. Синьхай революциясы осы сұрақта келді, ұбт-да Синьхай революциясы болған жылдар деген келді. Кеше. 1911-1913 жылғы Синьхай революциясы аяқталды. Синьхай революциясының мақсаты Цин үкіметін құлату. Цин үкіметін құлату. Ал мына жерде Пу И болады. Канси, екі рет Канси кетіп қалыпты ғой. Цян Лун дейтіндер, олар 19 ғасырда, 17-ші, 19-шы, 18-ші ғасырларда билікке келгендер. Гуань Сюйді жазу ғой мына жерге. Ол 19-дың соңында, 20-ның басына кішкене жетпей қалып, өзін күшейту саясаты кезінде қайтыс болған. Цян Лун дегенде қайдан білеміз? Бұл кісі жабық ес саясатын енгізді 1757 жыл. Өткенде қателесіп айтып қойыппын осыны 47 деп. 57. 1757 жыл. Цян Лун жабық есік саясатын жүргізді. Жабық есік. Қатты отырып. Жабық есік саясатын жүргізді. Так, жарайды. Түсінікті шығар. Иә? Жақсы. Синьхай революциясы дегеніміз оқушылар. Қытайдағы патша билігінің құлатуы. Цин үкіметінің құлатуы. Все. Так, келесі. Ұлы депрессия кезінде ақшты кім құтқармақ болды дейді. Франклин Рузвельт. Франклин Рузвельт. Оп-оңай. Так, несімен оңай, қазір түсіндірем. Былай болды. 1929 жыл. Америка құрама штаттарында ұлы дағдарыс орын алды. 1933-1933 жылдар, 29-33 жылдар. Ұлы дағдарыс. Ұлы дағдарыс. Ұлы дағдарыс жылдары Францияда былай қаржы саласында дағдарыс орын алды. Елде акциялардың тез өсуіне байланысты акция облигациялардың құнсыздануы орын алып, оның барлығы да несіз қалды. Яғни көптеген компаниялар жабыла берді. Және карточный домик сияқты бәрі құрылып күшті болып кеткен кезде біреуі құлдырап, бәрі құлдырай бастады. Сөйтіп инерциямен бәрі құлдырап, көптеген компаниялар жабылып, ақш-та ұлы дағдарыс орын алды. Көп адамдар жұмыссыз қалды, үйлерінен айырылып қалды. Сол кезде билікке 1932 жылы Демократ партиясының басшысы Франклин Рузвельт билікке келеді, мінекей. Франклин Рузвельт билікке келіп, 1932 жылы жаңа бағыт деген бағдарлама енгізілді. Жаңа бағыт. Жаңа бағыт ауыл шаруашылығында, өнеркәсіп саласында, тағы не бар еді? Жұмыссыздықты жою, әлеуметтік көмек, барлық салаларда көмек беретін болды мемлекет. Мемлекет экономиканы өзінің қолына алды жаңа бағыт саясаты бойынша. Сөйтіп, ақш дағдарыстан шықты, 33 жыл шықты. Бірінші жылдан кейін, почти бір жылдан кейін. Кеттік. Синьхай революциясы қай әулетке қарсы болды? Манаға сұрақ қой мынау? Цин әулеті. Цин әулеті. Цин әулеті. Мана айттым 1911-13 жылдары дедім. 1913 жылдары. Осы жерде қалғандарын айтып кетейік енді. Цин әулетін жылдарын айтайық. 1644-1912 жылдары билікте отырды. Мин әулеті ежелгі дәуір ме еді? Орта ғасыр ғой да? Қазір юаньды айтып кетейікші. 1279-1368. Хань 1300
1300 мінекей. 68, 1644. Хань деген ежелгі дәуір ғой, иә? БЗБ 228-ге дейін ғой, БЗ 281-ге дейін. БЗБ нешеден? Жылын қалман, билікке келген жыл. БЗБ қателеспесем 5-ші ғасыр болу керек. Нақты жылдарын қазір қарап жүрген. Так, осы юань, былай айтып кетейін осы жерде осылар. Қытайда хань дейтін халық бар. Хань халқы, біз қазір Қытай дейтін кісілер. Қытайдағы хань халқы Қытайдың 80%-ын құрайды. Бірақ Қытайдың хань халқынан бөлек басқа халықтар бар. Манжурлар, тибеттіктер, ұйғыр, дүнген, қазақтар да бар ол жақта. Енді осылай Қытайда билікке келген халық пен билікке келген әулет бөлек. Мысалға, юань әулеті бұл моңғолдардың әулеті. Осы жердің ішінде нағыз қытайлық әулет ол хань әулеті, сосын мин әулеті. Ал цин әулеті бұл манчжур дейтін солтүстік Қытайдағы халықтың әулеті. Ал кеттік. Түсінікті да? 10-шы сұраққа кетейік сонда. Сұрақ болмаса. Генри Форд ойлап тапқан өндіріс жүйесі дейді. Так. Ол машина емес па, Ford T? Ол машинасы просто машинаның бір түрін ойлап тапты. Одан кейін Екінші дүниежүзілік соғыстан, бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін Америка құрама штаттарында Генри Форд машинаны осыған дейін ойлап тапты. Арзан машина түрін Ford T дейтін 1908 ғой да. Жазып жіберейін. 1908 жылы Ford T моделін ойлап тапты. Ford T. Одан бөлек ол ақш-та конвейерлік өндіріс жүйесін ойлады. Конвейерлік өндіріс жүйесі деген не? Ол бойынша Детройттағы несі бар? Детройт зауыты. Детройт зауыты. Машина зауыты. Детройт былай болды. Конвейерлік несі бойынша әртүрлі зауыттар болады. Мысалға 3 зауыт бар. Бір зауыт машинаның ішкі қозғалтқышын, механикасын жасайды. Екінші зауыт машинаның қаңқасын жасайды. Осын үшінші зауытта сол заттарды құрастырады. Конвейерлік жүйе дегеніміз осы. Мысалға, қозғалтқыш, қаңқасы, және мына жақта құрастыру. Так, конвейерлік жүйе деген түсінікті ме оқушылар? Біз осыған дейін мануфактура деген нәрсе айттық. Орта ғасырларда өндірістің түрі мануфактура болды. Мануфактура кезінде адамдар қолмен бір нәрсені жасады. Мысалға, мына зарядканы жасады. Сол зарядканы қолмен өздері құрастыратын еді. Бірақ өндірістің түрі, мануфактуралық түрі, ол бірнеше адам бір затты бірге жасайды. Мысалға, зарядканың біреу басын құрастырады, біреу денесін құрастырады, біреу мына чехолын салады. Сөйтіп, үшеуі бірігіп бір затты тезірек жасайды. Конвейерлік жүйе ол машина арқылы жасалатын, яғни адам жасамайды, оны роботтар жасайды, машина жасайды. Сол машина арқылы жасалатын мануфактура ғой. Мануфактуралық жүйені түсінсеңіздер, конвейерлік жүйе тап сол, просто машина арқылы жасалады. Болды. Так, түсінікті деп ойлаймын. Кеттік. Үндістанда зерттелген археологиялық мәдениет дейді. Өте оңай сұрақ. Үндістанда ежелгі Үндістанда деп айту керек мына жерде. Ежелгі Үндістан. Ежелгі Үндістан тақырыбын өткен кезде біз ежелгі Үндістанда БЗБ 3-2, сосын БЗБ бірінші мыңжылдықта екі түрлі мәдениет болды деп айттық. БЗБ 3-2 мыңжылдықта Мохенджо-Даро және Хараппа дейтін өркениет болды. Бірінші мыңжылдықта Ганг өзенінің аймағында қалай тұрсына қалалардың аттарын ұмытып қалдым мен деген. Аракс бет, жоқ Аракс емес. Акра вроде не бар еді? Акра қаласы бар. Ганг өзенінің аймағында, қысқаша Ганг өзені аймағы дейміз. Аймағы. Мохенджо-Даро мен Хараппа Үнді өзені аймағы.
Үнді өзен аймағы Үндістанның батысы, Ганг өзен аймағы Үндістанның шығысында орналасқан. Қазіргі Үндістан мәдениеті осы Ганг өзен аймағынан шығады. Ганг өзен аймағында касталық жүйе пайда болды оқушылар. Осы да келді ұлытта. Касталық жүйе қай аймақта пайда болды деген. Ол Ганг өзен аймағындағы өркениетте пайда болды. Мына жерде сонда қарап болады. Урук Ниппур дейтін бұл қос өзеннің өркениеті, Крит деген ол Грекияның өркениеті. Кеттік. Түсінікті да? Жақсы. Үндістан Европаға тасымалдаған дәнді дақылдар. Мына сипайлы көтеріліс тақырыбынан келген. 10 сыныппен осыны өттік. Сипай көтеріліс тақырыбынан келген нәрсе. Қайсы болады? Бұл бидай мен күріш болады. Бидай мен күріш. Екі түрлі сұрақ бар осыған ұқсас. Үндістаннан Европаға тасымалданған дәрінді дақылдар дейді, бидай, күріш екеуі. Және де Үндістанда плантацияларында өндірілген не дейді? Өсімдіктер. Үндістан плантацияларында өсірілген. Дәл осы сұрақ келіп қалған. Осы ма? Иә, дәл осы. Таптың ба? Өсірілген. Дәл осы бидай күріштен Америкадан Европаға тасымалданған деп таға келді. Ол какао мен не ғой? Темекі ма? Какао мен темекі болу керек. Так, Үндістанның плантацияларында өсірілген, бұл деген осындай сұрақ келсе, Үндістанның Европаға тасымалданған дәнді дақыл десе, онда бидай мен күріш болады. Ал егер Үндістанның плантацияларында өсірілген десе, ол каучук, мақта, сосын шай мен кофе болады. Шай, кофе болады. Осы болады. Все, жақсы. Сән уақыт біраз өтіп кетті, уже 35 болып қалыпты. Кішкене 5 минутта кешіне істейміз, аяқтаймыз ғой. 2ББ қайда қол қойылды дейді. 2ББ деген Европалық көмір болат бірлестігі. Парижде 1951-де. Дұрыс. Европалық көмір болат бірлестігі. Болат бірлестігі. Европалық көмір болат бірлестігі былай істеді. Бұны бастаған Шумен декларациясы. 1950 жылы Шумен декларациясы. 1950 жыл. Шуман айтты. Біз Европада екінші дүние соғыстан кейін Германия мен Францияны бір-біріне қарама-қайшы қоя береміз дейді. Одан да біз Германиямен антагонизм, яғни жаугершілікті жойып бір-бірімізбен байланысайық дейді. Жақсы. Сөйтіп 2ББ ұйымы құрылды. Францияның батысындағы Эльзас пен Лотарингиядан болат жіберіледі, ал Саар облысынан Германияның шығысындағы көмір жіберіледі. Мына шекарадан өткен кезде көмір мен болатқа, именно көмір мен болатқа нақты екеуіне ешқандай баж салығы тексеріс тым қойылмасын дейді. Құжаты болсын, бірақ тез өте берсін дейді, ешқандай кедергісіз. Осының арқасында Германияда бірінде экономика дамиды, Францияда экономика дамиды. Сөйтіп тауар алмасы өте тез жүрді. 2ББ 1951 жылы құрылған кезде 6 европалық мемлекеттен тұрды. Голландия, Нидерланды, Голландия, Люксембург, Бельгия, Франция, Италия, сосын Германия мемлекеті. Герман Федеративті Республикасынан құрылды. Мен жазып үлгермеймін, уже уақыт болып қалды. Так, запистен қарай қоясыздар просто. Үлгермей айтсаңыздар. Кеттік, түсінікті ме? Қосымша айтып кетейін. Осындай Парижде 2ББ құрылды, кейін Римде Евроатом құрылды, Европалық экономикалық қауымдастық құрылды, сосын болашақта Шенген жүйесі енгізіліп, Евроодақ Маастрихт дейтін қалада 1992 жылы құрылды. Сонда тек қана алғашқы ұйым ғана, осындай кішкентай ұйым, бүкіл Евроодақтың пайда болуына. Дауысы кетіп қалды. Дауысы кетіп қалды дейсіз бе? Танзимат реформаларын қолдамаған әлеуметтік топ. Діни қайраткерлер. Діни қайраткерлер, дұрыс. Так, Танзиматтың жылдарын жазып кетейік енді. 1839, 1876 немесе 70 жылдары болды. Танзимат реформасы өзгеріс дегенді білдіреді. Ол бойынша Европалық мемлекеттер
Европалық мемлекеттерге Осман империясы тәуелді болғысы келмей өзгерістер енгізуге тырысты, бірақ дін басылары, мемлекеттің басында тұрған дін басылары Танзиматқа қарсы болды. Себебі Танзимат барысында христиан дін өкілдеріне құқықтар, мүмкіндіктер берілді. Бұл нәрсе Осман империясының дін басыларына ұнамады. Себебі мұсылмандардың ықпалы ол кезде күшті болды. Так, жарайды. Кеттік. Лютерандық келісім бойынша Рим папасы қай аймақты бақылай алды дейді. Ватикан сарайы. Жақсы сұрақ мынау, онда кішкене енді шатастыратын сұрақ екен. Иә, Ватикан сарайы болады. Лютерандық келісім 27 жылы орын алды. Ол бойынша Бенитто Муссолини Рим папасымен келісім келді. Рим папасымен келісім бойынша Рим папасы Бенитто Муссолиниді қолдайды, ал Бенитто Муссолини Рим папасына не береді? Ватикан сарайын берді. Сол жерде мемлекет құрып берді, сол мемлекетке ақша берді, қолдау көрсетті. А Рим папасы Бенитто Муссолиниді просто қолдайды, и все. Ватикан сарайын алды. Түсінікті, да? Кеттік. Ұлы депрессиядан шығару үшін ақш-та жүргізілген макроэкономикалық теория қалай аталды? Кеңшілік. Мана айттым ғой, жаңа бағыт дедім ғой. 1933 жылы енгізілген жаңа бағыт. Бағдарламасын қайдан алды Франклин Рузвельт? Ол Джон Кейнстің теориясынан алды. Джон Кейнс теориясы бойынша кеңшілік дейміз, мемлекет дейді. Экономикада, яғни өнеркәсіпте шығып жатқан тауарларды, мемлекет емес, былай жеке компанияларды істеп отырған нәрселерін арасында бақылап қою керек дейді. Бақылауға салып, бүйтіп қысып ұстау керек дейді керек кезде. Кеңшілік дегеніміз мемлекет экономикаға араласу саясатын айтамыз. Соның арқасында халықтың жағдайын жақсартады. Кеңшілік экономикасы бойынша. Кейбір компания тым байып кетіп жатса, соған көбірек салық саламыз дейді. Соның арқасында халыққа не береміз? Көмек береміз. Жақсы. Бір ел екі жүйе саясатын енгізген Қытай басшысы. Дэн Сяопин. Так, мынау деген бізде қазіргі заманның соңғы тақырыбы, немесе Дэн Сяопиннің 11-ші сыныптағы тақырыбы. Ол бойынша сыртқы саясат қой. Сыртқы саясатта бір ел екі жүйе бойынша 3 жерді қайтарамыз деді. Ол кім еді? Гонконг, Макао. Тайвань. Дұрыс, Тайвань. Енді Гонконгтан басайық. Гонконг бұрын Англияның құрамында болды. Естеріңде болса, мына не бойынша, Нанкин келісім шарты бойынша 1942 жылы Гонконгты мезгілсіз уақыт қалды. 1842-ден алып 1997 жылы қайтарып алды. Бұл жерде қашан алынғаны сұрақ керек емес, 97-де қайтарып алған керек болды. Дұрыстап жазайын осыны. 1997-де қайтарып алды. Макаоны қайдан алды? Португалия. 1999 жылы қайтарып алды. Тайвань болса, Тайваньда Чан Кайшидің басшылары Гаминдан отыр. Гаминдан деген Қытайдағы бір саяси партия. Олар буржуаздар өкілдерінен шыққан. Гаминдан партиясы 1927 жылдан бастап кімдермен соғысып кетті? Қытай коммунистік партиясымен соғысып кетті. Соғыс 49 жылға дейін созылды. Арасында келісімде келіп, тоқтап тұрды. 49 жылы бітіп, Гаминдан үкіметі жеңіліп қалды. Гаминдан үкіметі 1949 жылы Қытай республикасын құрып, Тайвань аралына қашып кетеді. Сол жақта өмір сүріп жатыр. Әлі бар оқушылар. Қазір екі Қытай бар әлемде. Біреу Қытай Халық Республикасы, екіншісі Қытай Республикасы. Қытай Республикасы Тайвань аралында орналасқан, Қытай Халық Республикасы біз білетін Қытай. Болды. Түсінікті да? Кеттік ал. Цинь империясы апиын сатуға тыйым салған жыл? 39-да. 39-да. Молодец. Неден басталып, естеріңізде болатын болса, Цинь империясында жалғыз ғана не болды? Жалғыз ғана порт болды. Қытайда ашық. Ол
Гуанчжоудағы Гунхан сауда монополиясы. Гунхан сауда монополиясын европалықтар келіп, сол жерде бір фактория салып, сол факторияда сауда жасайтын еді. Бірақ европалықтар жайлап Қытайды өзіне тәуелді ету үшін есірткі сатты қытайлықтарға. Апиын, опиум. Ол мак өсімдігінен жасалады. Көкнәр дейді. Сосын содан сатып, қытайлықтар тәуелді болып қалды. Сосын Қытайдың ақшалары бұрын керісінше европалық тауарлар вообще Қытайға алынбайтын еді. Қытайда бәрі бар. Кейін қытайлықтар европалықтардың есірткіні жаппай сатып алып жатыр. 1939 жылы осыны жою үшін Цин империясы апиын сатуға тыйым салды. Бірақ сосын қытайлық әкім келіп, ағылшындардың факториясына кіріп, фактория деген олардың жері ғой, солардың жеріне кіріп, сауда жерлері, типа сауда трек пункттері, қаласы. Соған кіріп, сол жақтағы апиынды өртеп, суға ағызып жібереді. Соған ағылшындар айтады, сендер біздің қалаға келіп, біздің тауарымызды құрттыңдар, сол үшін төлеңдер ақшасын дейді. Қытайлықтар жоқ дейді, сосын 1840-42 жылдары бірінші апиын соғысы болды. 1840-1842 бірінші апиын соғысы. Все, кеттік ал. Колумб қай мұхитта жүзеді ойбай? Атлант. Атлант мұхиты. Осындай сұрақ келген екен, бірақ мен кітапта көрмеген сияқтымын, типа Атлант мұхитында жүзді деген. Но түсінікті ғой, Атлант мұхитында жүзген екен. Так, Европадан, Америкаға бару үшін Колумб Атлант мұхитынан кесіп өтті. Атлант мұхитын. 1492 жылы саяхаты басталды. 1492 жылы Европадан өтіп, Атлант мұхитын Американы ашты. Ол Американы ашам деп ойлаған жоқ. Шын мәнінде ол жерді айын алып, Үндістанды ашам деп ойлады. Бірақ Үндістанға жетпей, Америкаға жетті. Кеттік, келесі сұрақ. Германиядағы билік бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін орнаған билік дейді, Германиядағы. 1919 жыл. 18-де Германияда революция болды. Мюнхен, сосын Берлинде көтеріліске шығып, баррикадаларға шықты, сөйтіп монархия құлады. 1919 жылы Веймар республикасы құрылды. Веймар конституциясын қабылдады. Веймар конституциясы бойынша Германия республика деп аталды. Республика. Герман республикасы. Мемлекеттің негізін қалаған Людвиг Эрхард. Театр Эрхард емес қой. Эрхард деген басқа ғой да? Эрхард ол ГФР-де ғой. Жоқ, ол министр ғой. ГСДП-ның басшысы кім еді? ГСДП партиясының басшысы Эберт деген, Эберт басқарды. ГСДП партиясы. Герман социал-демократиялық партия. Кеттік. 17 жылы ақпан төңкерісінен кейін Ресейде орнаған билік. Уақытша үкімет. Так, 1917 жыл. Ресейде революция болды. Бірінші дүниежүзілік соғыстан ашыққан, шаршаған халық көтеріліске шығып патшаның билігін құлатты. 23 ақпанда көтерілісшілер патшаның билігін құлап, 2 наурызда Николай II неге қол қойды? Монархиядан бас тартатын туралы қол қойды. Сөйтіп Ресей монархиясы құлады. Абсолютті монархия 17 жылы ақпан айында құлады. Кеттік, келесі сұраққа қарай, уже уақыт аз қалды. Версаль шарты бойынша сары көмір шахталары Францияға берілген жыл. Он 15 жыл. 1919 жыл. Версаль шарты. Версаль бізде Германиямен болды. Бірінші соғыста жеңіліп қалған Германияның территориясын бөлу, сары көмір облысы 15 жылға Францияға берді. Эльзас пен Лотарингені Францияға қайтарды. Сосын не бар? Репарация төледі.
тағы басқа келісімшартқа қол қойды. Манағыдай Мемел мен Клайпеданы кімге берді? Литваға берді. Сосын не бар еді? Польша, Чехословакия Австрияның тәуелсіздігін мойындады. Шлезвигтің бір бөлігін Данияға қайтарды. Кеңестік Ресейге Кёнигсбергті берді. Ресейге деппін ғой. Ана екінші соғыстан кейін екен ғой. Ойламаңыздар оны, ол шатастырып жатырмын. Сосын не бар? Бельгияға Эйпен, Мальмеди, сосын Марена аймақтарын берді. 23. Футуризм 20 ғасырда қай мемлекетте пайда болды? 10-шы Францияда. Жоқ, Италияда. Италияда футуризм пайда болды. Футуризм пайда болуы неге әсер етті? Урбанистикаға әсер етті. Футуризм деген ағылшынның future сөзінен шығады. Future яғни болашақ дегенді білдіреді. Урбанистикаға әсер еткен себебі футуристік суретшілер болашақ қалада деп болады деп есептеді. Қалада болып, қала өзгеріп, қала күшті болады деп есептеді. Негізгі өркениеттің ошағы. Енді қала ғой қазірдің өзінде де. Бірақ футуристер солай елестетті. Просто сөйтіп сұрайды болды. 20 ғасыр екінші жартысында экономикалық ғажайып болған елдер дейді. Жапония, Германия, Оңтүстік Корея. Жоқ. Оңтүстік Корея не емес қой, экономикалық ғажайып емес. Осы соңғы өткенде жатып еді. Болды ма? Жапонияда, Германияда, Оңтүстік Кореяда. Қалғандар келмейтін сияқты ғой. Италияда болды ғой. Италияда болды. Бірақ 20 ғасыр екінші жартысы деп тұр ғой. Дұрыс қой. Былай ғой, Европада неде? Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін кімдер жеңіліп қалды ғой? Италия, Германия, Жапония жеңіліп қалды ғой. Олар жеңіліп қалған кезде олардың экономикасы түгелімен құлдырады. Бірақ олардың экономикасы инвестициялар ақш-тың көмегінің арқасында, Европалық Маршалл жоспарының көмегінің арқасында тез арада дамып кетті. Сол оқиғаны біз экономикалық ғажайып дейміз. Оңтүстік Кореяны экономикалық ғажайып, просто экономикасы тез дамыды дейміз, бірақ экономикалық ғажайып туралы айтпаймыз. Оңтүстік Кореяда. Осы үшеуі болады. Ары қарай, бірінші соғыста 2 миллион солдат жіберген дейді. Ел дейді. ақш соғысқа 1917 жылы 6 сәуірде қосылды. 6 сәуірде қосылып, ақш 2 миллион солдат жіберді. Ал 2 миллион солдат қатысқан шайқас десе қандай дейді? Веймар ма? Жоқ, Марна ғой. Марна. Тағы біреу бар еді, француз әскерлері қырып қоятын. Иә, 2 миллион солдат қырылған шайқас десе? Верден шайқасы болады. Верден шайқасы. Так, кеттік. Контекст беріліпті, контексттегі карта. Бұл картада мынау қарап көрейікші, картаға балап, қай уақыт екен тауып көрейік. Бірінші дүниежүзілік соғыс уақыты. Дұрыс, бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Европа ғой. Мына жерде себебі Чехословакияны көріп тұрық біз деген пайда болған. Чехословакия мен Польшаның тәуелсіздігін мойындау керек болды. Мына жерде Германияны бөлшектеп тастапты. Мінекей. Австрия пайда болған екен. Австрия-Венгрия ыдырады дегенді білдіреді бұл дегеніміз. Германия, міне, Лотарингия мен нені Эльзасты Францияға қайтарып, өзінің территориясы кішірейіп қалды. Осындай болып қалды. Так, төменге түсейік. Үлкен үштіктің Германиямен жасаған Версаль бітіміне қол қойған жылы дейді. Тым оңай. 19 жыл. Версаль бітімі, мына Германия жеңіліп қалған кезде Францияға барып қол қойды. Қалған елдер өздерінің елдерінде қол қойды. Версаль деген Франциядағы патша отыратын сарай, бұрынғы император отырған сарай, Людовик 14-ші салдыртты. 19 жыл болды. Үлкен үштіктің Австриямен жасаған келісім атауы? Сен-Жермен. Сен-Жермен. Сен деген не мағына білдіреді, Расул? Сен, Сан, Санкт дейтін. Қалалардың аттары ел. Орта ғасырда. Иә, орта ғасырда Сен, Сан, Санкт дейтін қалалардың аттары болды. Ол қандай мағына білдіреді? Сол қалада әулиенің атымен аталған немесе не бар? Монастырь, сондай бірдеңе бар. Санкт-Петербург, Сан-Франциско деген сияқты. Әулие Петербург, әулие Франциск, тағы басқа.
Үлкен үштіктің Болгариямен жасаған келісімі. Трианон. Венгрия ғой Трианон. Онда не Не болады? Не болады? болады? Венгриямен Трианон болады, Түркиямен Севр болады. Так, осылардың ішінде қол қойылмағаны Түркиямен Севр келісімі. Қалғандарын талдап жүрейік. Версаль келісім шарты бойынша Германияның территориясы қысқарды дедім, мана айттым. Эльзас пен Лотарингия аймағынан Германия Францияға қайтарып берді. Саар көмір облысын 15 жылға жалға берді. Сосын барып Бельгия Эйпен Мальмеди, жоқ, Эйпен, Марена, Мальмеди облыстарын, округтерін Бельгияға берді. Сосын Шлезвигтің бір бөлігін Данияға қайтарды, мінекей, мына жақта тұр. Сосын Пруссияны, Познань, Померания, Шығыс Пруссияны кімге берді? Польшаға берді. Сосын Польша, Чехословакия, Австрияның тәуелсіздігін мойындады. Сосын Францияға репарация берді. Германия бірінші дүниежүзілік соғыста барлық кінәні өзінің мойнына алды. Міндетті болсын алуға. Так, Австриямен жасалған келісімшарт бойынша Австрия империясы репарация төледі, әскері қысқарды. Сосын Италияға 2 аймақ берді. Қандай аймақ еді? Мына жерде тұр. Триест деп тұр. Сосын Триол ма? Иә, Тироль. Болгариямен жасалған келісім бойынша Болгарияның территориясы қысқарды. Грекияға батыс Фракияны берді. Сосын Румынияға Добруджи берген сияқты, Добруджи берді. Венгрия мен Трианон келісімі бойынша Венгрияның территориясы қысқарды. Румынияға Трансильванияны берді. Австро-Венгрияға Хорватияны берді. Чехословакияның тәуелсіздігін мойындады. Чехословакияға Словакияны берді. Украиналық Закарпатияны берді. Осылай айтамыз. Түркиямен келісімшарт жүзеге асқан жоқ. Ал 5 минутымыз қалыпты. Сәйкестендіру. Версаль сарайында бірінші дүниежүзілік соғыста үлкен үштікті белгіле дейді. Үлкен үштік басшыларын белгіле деп тұр ғой. Вудро Вильсон кімдікі? ақштікі. Дэвид Ллойд Джордж Ұлыбритания. Жорж Клемансо Италия. Оқушылар неге қатыспаймыз? Мәссаған. Франция отсың. Сосы Франция. Раймон Понгаре, Франция. Сонда Англияның премьер-министрі деген мына Ллойд Джордж, Францияның премьер-министрі Раймон Пуанкаре. Раймон Пуанкаре айтып еді ғой, ойбай біз мына айырылып қалған жерлерімізді қайтару керекпіз деп, соның әсерінен Европадағы жағдай ушықты дедік. Мына жерге жауаптар кетіп қалыпты ғой. Енді көрініп қалды, бірақ айта берейік бәрібір. Мынау Ресейдегі авторларды сәйкестендіру, Гоголь мен Некрасов шығармаларын сәйкестендіру дейді. Енді осылай алдым, мен осылай сала салдым. Гогольдікі өлі жандар, мертвые души. Некрасовтікі Ресейде кімге жақсы дейтін шығарма. Анна Каренина мен Онегин кімдікі? Евгений Онегин. Евгений Онегин Пушкиндікі. Пушкин. Анна Каренина Толстой ма? Толстойдікі. Так, келесі сәйкестендіру. Жапониядағы саяси партия мен ұйымдарды саясаттарын сәйкестендіріңдер дейді. Сейюкай партиясы. Бұл екінші дүниежүзілік соғыстағы Жапонияны тоталитарлық мемлекетке айналдыруды көздеді. Сейюкай дейтін ұйым болды. Таққа көмектесу ассоциациясы таққа көмектесті. Таққа көмектесетін не бар екен қарайық. Мінекей, император айналасында, молодец, император айналасында идеологияны қамтамасыз етуге керек болды. Яғни шовинистерді біріктіріп императорға көмектесу керекпіз деп есептеді. Осындай ұйым құрылды. Так, екеуі де таққа көмектесу ассоциациясы да Сейюкайда кімнің кезінде құрылды? 1937 жылы Каноэның кезінде болды. Каноэ премьер-министрдің кезінде болды.
Екінші дүние соғыс кезіндегі жоспарлар сәйкесіндірек, Дил жоспары. Дил жоспары бойынша Франция мен Ұлыбритания 1939-40 жылдары Германиядан қорғанғысы келді. Олар өздерінің әскерін Мажино сызығына орналастырды. Тайфун ол Мәскеуді басып алу. Дұрыс, тайфун деген Мәскеу басып алу операциясы. Польшаны бөлісу жоспары. Мынау не ғой? Молотов-Риббентроп. Францияның солтүстігіне, оңтүстігіне десант түсіру. Қандай операция? Оверлорд жоспары. Оверлорд жоспары, молодец. Оверлорд жоспары. Так, сәйкестендірудің соңғы сұрағы. Сардина премьер-министрі француз императорының құпия келісімі бойынша берілуі тиіс жерлер. Құпия келісімнің атын айтайықшы бірінші. Пламбер қаласындағы құпия келісім. Пламбер қаласында құпия келісім бойынша Франция Савойя мен Ниццаны алу керек болды. 1860 жылы алды. Ал Италия Ломбардия мен Венеция. Ломбардияны қашан алды, Венецияны қашан алды? Ломбардияны 1859-да алды. Так, Ломбардия 1859-да алса, Венецияны 1800 нешінші жыл алды? Ә, 1859, Венецияны 1800, ана Австрия Пруссия соғысынан кейін ғана алды Венецияны. 1866 жылы болды. Париж келісім болды, Австрия Пруссия соғысынан кейін. Сол кезде Венецияны Австриядан тартып алды Италия. Так, көп жауаптарға кетейік. 5 минутымыз қалды, оқушылар тарс-тұрс бітірсек. 1815 жылы Вена конгресі шешімі бойынша Пруссияның иеленген жерлері. Познанды. Познань, тағы. Гданьск. Сосын Саксонияның солтүстігі. Осы үшеуін алды. Ион аралдары, Мальта, Сейшел аралдары кімдікі болды? Вена конгресі бойынша тоже. Англияның болды. Мен сіздерге айттым оқушылар, бұлар аралдар бар ғой, Мальта арал, Ион аралы, Сейшел аралдары, олар недегі Мальта енді Европада, Ион мен Сейшел бұл деген Тынық мұхит жақта. Тынық мұхит жақтағы барлық Германияның, бұрынғы отарларды, Францияның отарларын кімдер алды? Англия алды. Барлық Тынық мұхиттағы нәрселерді. Так, кемализм принциптері сәйкестендірейік. 6 принцип бар да. Этатизм. Сосын. Лайцизм. Түркі халықтарының бірлігі жатам. Түркі халқының бірлігі, революцияшылдық. Сосын не бар? Ұлтшылдық бар ма? Ұлтшылдық бар. Сосын республикашылдық бар. Осы алтауын айтамыз. Этатизм қатаң мемлекеттік басқару, лайцизм зайырлылық. Түрк халқының бірлігі, түрк халқының барлығы да түркі деп аталады дейді, басқа аталмайды. Революцияшылдық деген мемлекеттік билік революция арқылы орнап отыру керек дейді, өзгеріп отыру керек дейді. Республикашылық деген Түркия ылғи республика бұл, және ұлтшылдық бұл түркі халқы үшін маңызды нәрсе, ұлтшылдық деп аталады. Так, кеттік ал. Шығыс елдерінің тарихи деректері мына орта ғасырдағы сұрақтар болу керек. Шығыс елдеріне қарасты орта ғасыр. Араб географтарының Саяхат емес. Моңғолдардың құпия шежіресі Ясса. Қытай жылнамалары. Молодец. Қытай жылнамалары. Роланд туралы жыл, қаһарлы сот кітабы Нибелунг туралы жыл, бұл орта ғасырдағы европалық. Қытай өкіметіне келген, сауда жасауға келген европалықтарға тыйым салынған нәрселер. Абу Омайма Қытайға бір кемел зат. Жоқ, олай емес. Қытайша сөйлеуге болмайды. Мәліметтер туралы жинауына бақылау орнатты. Иә. Қытайға мәлімет жинау. Тіл үйретуге қатаң тыйым салды. Молодец. Кітаптарсыз қалып кетуге бар. Так, төртеу кетіп отырады.
Сөйлеу туралы айтылмады ғой да, үйрену туралы айтты ғой. үйрену сосын Иә. сыртқа кетуге болмайды деді кітаптар. Иә, мында сөйлеу туралы айтылмаған сияқты. Қытайша сөйлеуіне. Айтылды ма? Жоқ, айтылмады. Қытайша үйренуге болмайды деп айтты. Так, ақш-та жыл сайын корпорацияға салық төмендеу нәтижесінде ірі монополиялар пайда болды. Ірі General монополиялар. Motors пен General Electric. Сосын Chrysler бар. Chrysler дейтін үш несі болды. General Motors пен General Electric, General Chrysler деген ол машина, General Electric деген электр компаниясы. Так, оқушылар осылай аяқтап тастадық біз деген. Так, соңына қарай кішкене үлгере алмай қалдық, бірақ бастысы мына тақырыпты бітіріп, нұсқаны талдап тастадық. Молодцы, рахмет қатысқандарыңа. Қазір мына файлды жіберіп қоямын сіздерге. Келесі кездескенше алда ұбт-ға кіретіндеріңіз болса, сәттілік. Осы сұрақтар келсін, осы нұсқа келсін, әумин. Жақсы. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Жақсы, Айдар, сау болыңыз. Ары қарай шыға берсеңіз болады.